Күнделік кезетке үй тапсырмасына маршрут парағын жүктеу. Ол үшін күнделікке кіреміз, күнтізбелік жоспарлауды ашамыз. Мысал ретінде мен 3-ші тоқсанды алып тұрмын. Енді мысалы 9-шы қаңтар күніндегі сабаққа мен үй тапсырмасына маршрут парағын енгізе аламын. Ол үшін оң жақтағы прикрепить файл гдз деген батырманы басамыз. Файлды жүктеу тағы да басамыз. Енді файлды таңдау дейді. Оны бассақ, бізде папка ашылады. Алдын ала рабочий столда немесе документтерде әр сыныпқа маршрут парағы бойынша жинақталған папка болу керек. Мысалы, мен 5-ші сыныпқа арналған бастапқы 5 сабағына 5 маршрут парағын дайындап қойғам. Бірінші сабағы номер 140 болады, маршрут парағы номер 140. Оны белгілеп аламыз. Открыть. Енді бекіту. Бекітуді бассақ, ол күнделік кезетке енгізіледі. Міне, енгізілді. Енді мен бұл жерде тек қана маршрут парағы емес, презентацияны енгізгім келеді, кіргізгім келеді. Сол үшін қайтадан прикрепить файлды басамыз. Файлды жүктеу, файлды таңдау. Тура сол папкам ашылады. Соның ішіне міне сол презентацияда номер 140 деп тұр. Открыть. Бекіту. Кіргізілді. Міне осы екі жұмыс үй жұмысына берілген деп айтамыз. Оқушылар күнделік кезетке кіріп, өздері маршрут парағын енгізіп ала алады. Өз ноутбуктарына, смартфондарына и слайдты да көріп алса болады жүктеп. Енді бұл екеуі маған осы 9-шы қаңтар күніне керек қажет емес. Мен оларды өшіре аламын. Оң жақта мынандай апарсақ, крестик батырмасы шығады, соған басамыз. Осы файлды жойғыңыз келетініне сенімдісіз бе? Иә, ол өшіріледі. Презентацияда тура солай, иә, өшіреміз. Міне осылай енгізіп, кіргізіп және өшіруге болады маршрут парағын күнделік кезетте.